Ансар Медиа представляет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ислам діні адам баласын көркем мінезге шақыратын дін. Көркем мінезге шақыратын Құран аяттары мен хадистер өте көп. Сол хадистердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Иннама бу'исту лиутаммима макаримал ахлақ» дейді. Менің жіберілуімдегі негізгі мақсат ол көркем мінезділікті кемелділігіне келтіру дейді. Жалпы алып қарайтын болсақ, мұсылман адамның мұсылмандығы тек қана мешітте немесе құлшылықта емес, күнделікті өмірде танылуы керек. Басқаша айтқанда, мұсылман адам әрбір қандай қоғамда, қандай ортада жүрсе де өзінің отбасымен қарым-қатынасы, ағайын туыс бауырларымен қарым-қатынасында, саудадағы серіктестермен болатын қарым-қатынаста, көршілермен болатын байланыста, кез келген жалпы ортада өзінің мұсылмандық көркем мінезділігін көрсету керек. Ислам діні бізді осы нәрсеге шақырады. Енді көркем мінездің үлгісін кімнен үйренеміз дейтін болсақ, әрине оның жауабы белгілі. Ол Аллах субхана тағала Құранда «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир» дейді. Расында сендердің араларында Алланы және қияметті қалағандар үшін Алла елісінде көркем өнегелер бар дейді. Сондықтан мұсылман адам өзінің өмірін, дүниесін мен ақыретін ретке келтіріп, екі өмірде де бақытқа жету үшін міндетті тұрғыда әрбір ісінде Алла елісінен үлгі алу өте маңызды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан үлгі алу деген кезде жалпы пайғамбарымыздың сүннетін ұстану деген мәселе ойымызға келеді. Осы тұрғыда айта кететін мәселе, пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетімен жүру, сүннетін ұстану деген тек қана Алла елшісі қалай намаз оқыды, қалай дәрет алды, қалай қажылыққа барғандығы, немесе қалай зекет берді деген сияқты қалай жалпы құлшылық жасағандығы, осындай құлшылық мәселелермен ғана шектелмейді. Немесе сүннет мәселесі тек пайғамбардың сыртқы кейпі саллаллаху алейхи вассалам. Жаңа сақалын қалай өсіргендігі туралы, киім қалай, басқа жалпы өзінің жүріс-тұрысы тек онымен ғана шектелмейді. Сүннет дегеніміз пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам мінез құлқы, қандай мінезде болғандығы сол да сүннеттің ауқымына кіреді негізінде. Сондықтан да мұсылмандар бағанағы айтқандай тек өзінің құлшылығында немесе сыртқы кейпінде ғана емес, пайғамбарға мінез құлық, жүріс-тұрыстарында да пайғамбардан үлгі алу керек. Алла елшісі қалай өзін қоғамда, әртүрлі ортада қалай ұстағандығы туралы, сабырлық ететін жағдайларда қалай сабырлық танытқандығы, кешірімді болғандығы, үлкенге құрмет көрсеткендігі, кішіге ізет көрсеткендігі туралы, жалпы кешірімді болу, жомарттық таныту деген сияқты мына мінез құлықтардың кез келген жақсы мінездің үлгісін көрсете білген. Сахабалар Айша анамыздан пайғамбардың мінезі қандай еді, бізге сипаттап берші деп сұрақ қойған кезде, сендер білмейсіңдер ма, хулуқуху ал-Құран. Пайғамбардың мінез құлқы Құран ғой, сендер соны білмедіңдер ма деп жауап берген. Сондықтан жалпы Алла елшісі өзінің дұғаларында да жаңа айнаға қарап айтқан дұғасында Аллахума кама хассанта халқи фа хассин хулуқи. Ей Алла, айнаға қарап тұрып пайғамбарымыз осылай дұға жасайтын болған. Ей Алла, менің сыртқы бейнемді қалай көркем, керемет етіп жаратқан болсаң, менің ішкі мінез құлқымды да сондай көркем еткейсің деп сұрайтын болған. Сондықтан да Алла елшісінің сүннетін ұстанам деген жамағат, сүннетін ұстануға ұмтылушы мұсылман қоғамы осындай пайғамбардың мінез құлқына қатысты да көптеген үлгілерге, соған өзіміздің бойымызды түзеуімізге тырысуымыз қажет. Жалпы басқа айтатын болсақ, көркем мінез жайлы хадистер өте көп санайтын болсақ. Солардың бірінде Алла елшісі «Инна асқал ма юзану яумал қиямати фил мизан хуснул хулуқ» дейді. Мұсылман адамның қияметке барған кезде жақсы амалдар мен жаман амалдары таразыға тартылатындығы баршамызға белгілі.
сол таразыда жақсы амалдардың ішіндегі ең ауыр тартатын, ауыр болатын амал көркем мінез дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонымен қатар инна акрабакум минни маджлисан яумал қиямати ахасинукум ахлақан дейді басқа бір хадисінде. Қияметте сондай бір ауыр адамдардың барлығы қиналып не болады екен деп уайымдап жатқан сондай бір үлкен сот күні менің жанымда маған ең жақын болатындарың мінез құлықтарың көркем болғандарың дейді. Тағы да санай беретін болса өте көп. Басқа бір хадистерінде мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Ман кана юмин биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут" дейді. Кімде-кім Аллаға және қияметке шынайы иман келтірген болса, тек жақсы сөз сөйлесін дейді. Егер жақсы сөз сөйлей алмаса, үндемесін дейді. Осы сияқты бұл жаңаға көркем сөзге қатысты айтылған хадис болатын болса, басқа адамның жаңа кешірімділікке, сабырлыққа қатысты, жомарттыққа қатысты, мейірімділікке қатысты хадистері өте көп. Құран аяттарында да мұсылман адамның келбеті, сипаты қандай болу керек екендігі туралы көптеген аяттар бар. Сондықтан қорытында айтатынымыз, мұсылман адамның діні, оның мұсылмандығы тек қана құлшылықпен шектеліп қалмау керек. Оның мұсылмандығы өмірдегі оның мінезінен, айналасындағы адамдармен қарым-қатынасында көрініп тұру керек. Алла елшісі хайрун наси ман янфаун нас, немесе басқа риуаятта хайрун наси анфаухум линнас. Адамдардың ішіндегі ең жақсы адам айналасындағы адамдарға пайда келтіретін адам дейді. Сол демекші, осы хадисте айтылғандай мұсылман адам жүрген жерінде жақсы әсер қалдырып жүруі керек. Өзінің мінезімен, өзінің сөзімен, амал әрекеттерімен. Мұсылман адамның артынан сөз еріп, осындай мінезі мынандай екен, мынандай сөз айтты деп, немесе ол біреуге зиян берген болса, әрине ол мұсылмандыққа жатпайтын қылық болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде «Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин ядихи ва лисанихи» дейді. Адамның, шынайы мұсылман адам басқа адамдарға қолымен де тілімен де зиян келтірмейтін адам дейді. Осымен қорытып айтатын болсақ, жалпы ислам діні бірінші иманнан, Аллаға, қияметке, иманның негіздеріне сенуден тұратын болса, екінші құлшылық мәселелері, жаңағы ораза, намаз, зекет, қажылығымыз болса, үшінші мінез құлық, оның көркем мінезінен тұрады деп ғалымдарымыз айтады. Және де ғалымдарымыз осы тұрғыда адамның дейді, жалпы көркем мінезі, оның мінез құлқы, оның жаңағы иманы мен құлшылығының жемісі дейді. Сондықтан да құрметті бауырлар, біздің Аллаға келтірген, қияметке келтірген иманымыз, сол иманға сәйкес жасап жүрген құлшылығымыздың жемісі біздің көркем мінез құлқымыз, жалпы мінез құлқымызда көрінеді.